Бук спойлер. Тағдыр романы. Қабдеш Жұмаділов. Тағдыр романы менің нағыз толысқан кезімде қапсыз жазылған шығарма. Романның басты құндылығы неде? Тағдыр романның басты құндылығы романның өзінің желісі менен және жазылуы менен солай халыққа ұнады. Және де қазақ халқының отаршылық кезінде өзінің еліне жеріне деген махаббаты адамды баурап алды. Өте жақсы романдардың бірі бұл. Қазақтардың Қытай жерімен шекаралас жеріндегі тұрған қазақтардың өмірбаяны жөнінде өте жақсы бейнеленген. Романдағы ең қатты әсер еткен оқиға қайсысы? Ең маған ұнаған жері бұл Демежанның ең соңында ұсталуы, халық жауы деп Демежанды сатқын ретінде ұсталсын деген бұйрық шығады. Бұйрық шыққаннан кейін Демежан түрмеден қашып өзінің бір ағайынның үйіне, нағашының үйіне барып тығылады. Тығылғанда қамыстың арасында тығылады, барып іздейді. Ең соңында қамысты өртегенде Демежан шығады, амал жоқ. Содан ұсталып, ең соңында бұны енді халық жауы деп сол даңқасты асады. Сол жерлері маған өте қалай деймін, жүрегіме жақын, сондай әсер берді өзіме. Өте жақсы бейнеленген жерлері, жақсы суреттелген романда. Романда көтерілген мәселе бүгінгі күні өзекті ме? Басты мәселе Қытай республикасы мен Ресей республикасының ортасында шекараның бөлінуі. Ол қазаққа бұрыннан сол кезде қолға алынып, Демежан соның ішінде мүшесі болып бір тағайындалды. Содан қаншама қазақ өзінің елін, өзінің жерін қимай, оны тау тастарды, суларды бөлді, екіге жалып шекара болғасын жерде. Ол бір жағынан қазақтың халқының өзінің жерінің, жеке өзінің туған елім, мынау жерім деп бір жағынан бөлінген өте жақсы болды. Неге десеңіз, осы кезге дейін сол шекара сақталып келді. Еліміздің, жеріміздің, туған еліміздің қай жерде аяқталып, қай жерде болатыны біздің өзімізге белгілі болды. Вот соған мына Демежан өте зор көмек берді деп айта аламын. Романдағы басты кейіпкердің орнында болсаңыз, сіз не істер едіңіз? Демежан елін сүйген, халқын сүйген азаматтардың бірі ғой. Мен де сол Демежанның ойын құптар едім. Бір сөйлеммен романды оқуға оқырманды қалай қызықтырар едіңіз? Ол роман былайша айтқанда өзіне ғашық етеді адамды. Романды оқуға кімдерге кеңес берер едіңіз? Жастарға әсіресе оқуға ой қосар едім. Осы роман арқылы өзінің еліне, жеріне деген сүйіспеншілігі, еліне, жеріне деген махаббаты оянар еді адамның. Басынан бастап аяғына дейін роман өте қызықты, адамды тартымды өзіне тартып тұрады.